Есім Нұркен Көбейсін, PGP геофизикалық қызмет компаниясының өкілімін, лауазымым жоба менеджері. Кешегі әлеуметтік желіде таратылып жатырған видеоматериалға байланысты түсініктеме бере кететін болсақ, шын мәнінде бұл Шыңғырлау ауданында ешқандай да уранның кен орнын тауып, ондай мәселелер шын мәнінде жоқ. Ол жалған ақпарат болып саналады. Шындығында бұл Қазақстан Республикасы экология министрлігінің 182-ші лицензиясына сәйкес осы Батыс Қазақстан облысында Березовский учаскесінде мұнай мен газдың кен орнына геологиялық барлау жұмыстарына лицензия берілген. Лицензия Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының 100% еншілес компаниясы Қазмұнайгаз барлау мекемесіне берілген, және бұл жұмыстарды сол мекеме орындайтын болады, тапсырыс беруші ретінде. Бұл жоба бойынша Шыңғырлау ауданында бұл жұмыстардың үлкен үлесі Шыңғырлау ауданында жүретін болады, және де бұл жұмыстардың бар болғаны 1-1,5 айда өтетін болады. Бұл жұмыстар бойынша осы ағымдағы жылдың сәуір айында қоғамдық тыңдаулар болып өтті, оны бәрі біледі. Ауылдың тұрғындары, депутаттар және басқа да қоғамдық қорлардың төрағалары қатысты. Ауданның әкімінің орынбасары қатысты. Сол жерде де бүкіл жұмыстары түсіндірілген болатын. Бұл жұмыстар мұнай мен газдың кенін орнын іздеу мақсаты болып табылады. Шын мәнінде PGP геофизикалық қызметі компаниясы бұл жұмысты мердігер ретінде атқаратын болады. Бұл жұмысқа 5-тен 10-ға дейінгі Қытай азаматы қарастырылған. Олар бұл тек қана құрылғыларды, басқа да жаңағы станоктарды баптайтын ғана азаматтар. Ал бұл жобаның жаңағы орысша айтқанда местный содержаниесі 95% өзіміздің қазақстандық азаматтар жұмыс жасалатын болады. Сол бойынша бір қысқаша түсініктеме беруді жөн көріп отырмыз.